Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын венский вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Вафлиміз өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ыдысымызға айранымызды құямыз. Қант саламыз. Разрыхитель қосамыз. Ас содасын саламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Күнбағыс майын құямыз. 2 жұмыртқа саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізген ұнымызды салып, тағы да араластырамыз. Бізде осындай масса дайын болды. Ондай қатты сұйық та емес, қою да емес. Енді қызып тұрған вафлинцімізді пісіретін боламыз. Вафлиміздің пісу уақыты әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Вафлинцыға байланысты менде шамамен 3 минуттай уақыт кетті. Вафлиміз қызара бастаған кезде, мінекей видеода көрсетілгендей, осындай болған кезде алатын боламыз. Бұл вафлиларымызды ерітілген шоколадпен немесе балмұздақпен жесеңіздер, одан да дәмдірек болады. Мінекей біздің вафлиларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.